өмірдегі толғамымды шынаған тәрбиемен талғамымды өмірдің маған сыйы деп білемін өзіңдей жанға ғаламдық экологиялық мәселелер бұны біз бірнеше сабақ бойы өтіп келе жатырмыз. Әлде де бір-екі сабақ осы сабағымызды өтеміз. Яғни ғаламдық экологиялық мәселелер. Тақырыбымызда сабағымызды бастамас бұрын қазір видео көріп алайық. Видеоны қосамын. Одан кейін ары қарай өз ойларымызды айтамыз. Кезеңіміз енді видеоны көріп болғаннан кейін ары қарай жалғастырайық. Торсия әдісі бүгінгі үйдегі тапсырмамызды, үйге берген тапсырманы мына жерде үш қима арқылы үйдің тапсырмасын сұраймыз. Яғни мына жерде біреуінің жауабы тұрады, біреуінің бас жағы тұрады. Мысалы геология, ары қарай оның қандай ғылым екенін зерттейтінін мына жерде сәйкестендіріп аласыңдар. Сөйтесіңдерді тақтаға жабыстырамыз. Ол мынадай болып домаланған күйінде жабысу керек. Сол кезде біздің торсия әдісіміз шығады. Енді қол көтеріп кім шығады? Кезекпен бірінен кейін бірін осы несін ұштарды жабысып шығады. Енді осылай. Диана. Я жоқ әдісі, мен қазір сіздерге оқып тұрамын. Қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес, соны айтып отырамыз. Ғаламдық проблемалар деп бүкіл дүниежүзін, бүкіл адамзатты қамтитын, оның қазіргісі мен болашағына қауіп төндіретін және өзінің шешілуіне бірігіп көз жұмсауды барлық мемлекеттер мен халықтардың біріккен әрекетін талап ететін проблемаларды атайды. Дұрыс. Иә ма жоқ? Иә. Не үшін? Өйткені ғаламдық проблеманың барлығына ортақ проблема. Барлығына ортақ. Дұрыс. Ғаламдық проблемаларға дауылдың соғуы, күннің бұлттануы, табиғат байлықтарының пайда болуы жатады. Иә. Дауылдың соғуы, бұлттануы жата ма? Жоқ. Ол әсер етпейді ғой, ғаламдық проблемаларға ол жатпайды екен, жоқ екен. Табиғи ортаның ластануы, озон қабатының жұқаруы, ормандар аумағының қысқаруы экологиялық проблемаларға жатады. Жатады, иә? Яғни озон қабатының жұқаруы қазіргі басты мәселенің бірі, иә? Жер шарындағы халықтың өсуі, өндірістің кеміп жатыр ма? Халықтың өсуі, өндірістің дамып жатырғаны, кеміп жатыр. Енді мәтіндегі жұмысты мен сендерге үйге бергенім ғаламдық экологиялық мәселелерге шөлейттену, судың ластануы, топырақтың бұзылуы, қышқыл жаңбыр, озон қабатының жұқаруы, атмосфераның ластануы берілген. Сендер ізденіп, өз беттерінше жұмыс жасап келулерің керек еді. Енді осы мәселелер бойынша кімдер айтады, өзінің ойын бөліседі. Енді апай, мен де қол көтеріп. Озон қабатының жер шарына түсетін ультракүлгін сәулелерден қорғайтын барлығымыз білеміз. 1984 Озон қабатын жер шарына түсетін ультракүлгін сәулелерден қорғайтын барлығымыз білеміз. 1984 жылы британдық ғалымдар озон қабатының осы соңғы 10 жыл ішінде 40%-ға жұқарғандығын анықтады. Және де осы озон қабатының жұқаруы бойынша мақала жарық көрді.
жаңа жырынан айтайын. 1978 жылдан бастап америкалық ғалымдар өздері жүргізілген тәжірибелері бойынша күн жылынуының себептерін анықтады. Бұл озон қабатының жұқаруы болып шықты. Себебі қазіргі таңда Антарктиданың жылынуы, мұздықтардың еруі, осының барлығы озон қабатының жұқаруынан туындап жатыр. Ғаламдық проблемалар бойынша кім дайындалып келген мәселені ойына ортаға салады? Шөлейттену қазіргі таңда оңтүстік жақтарда болады, Қызылорда жақтарда. Шөлейттену ол құрғақшылықтан. Шөлейттену қазіргі таңда 8%-ға қамтылып отыр. Судың жетіспеушілігі, одан кейін орналасуына байланысты, яғни бұл жерлеріміз шөлді зонаға сәйкес келеді. Сол құрғақшылық болады, одан кейін булану көп, жаңбыр. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шынаған тәрбиемен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзімдей жанға шәкірт болғанымды, табылған балапанем миядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. ұстазға деген ыстық сағынышым